Қалайсыздар? Бүгін біз 1 сағатта Алматыда Көкжайлауға шығу керекпіз. 1 сағатта шыға аламыз ба? Иә, көрсетемін. Егер шықпасақ, не істейді? Задание жазсын комментарийға шықпасақ. Сен өзіңе жауап бересің ба, шығасың ба? 1 сағат емес, мен саған кешке дейін шығасың ба сен? Бұл шығамын деп. Шыға алсаң, бұл саған. Задание өздеріңіз комментарийға жазатын боласыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал біз кеттік. 1 сағат деп көп алып қоймайды өзіме что-то. Кішкене мойындап отқан сияқты негізі 1 сағат деп. Хотя бы 2 сағат деп көреді негізі. Жарысына жетпей болып отырық. Что там? Бюджеттегі тема маған не тема болып отыр. Осыншама шықтық. Әлі біраз барсақ негізі. Шаршап шығасың, бірақ бір жақсылығы бар екен. Тима айтпақшы. Көктөбе қалай көрінеді? Алақандағыдай көрінеді ғой. Что там, 1 сағат шықтық ба? 1 сағат. Адам деген 3-4 сағатта шығады. Сен 1 сағатта кетіп қоясың. Осының 15-ші ма, бір 20-ші ма демалыс негіз. Примерно 30 жолға шықтық деп отыр. Бірақ әлі сезіліп отқан жоқ 30 жол. Бірақ көтерілген сайын осындай вид әдемі көрініп отыр да. В принципе, басқа ештеңе жоқ. Бірақ шыққан қызық негізі. Өзімнің ауылымда жүрген сияқты ашып жөнеліп отыр. Мен жақта да 2 тау бар, Алатау, Қаратау. Бірақ енді шетте бұндай биік емес шығар, бірақ Алатау. Мен осыған жетіп қалады деп ойлаймын. Өзім барып көрмеген бірақ. Ал бұлай мені күтіп шаршады ғой. Өзім де шаршадым. Мой любимый прибал здесь. Андай таулар көп екен. Шарша ма, шарша емес па? Еңбекші ала жауайдым. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Ана жері. Тіркелді ұмытпаңыздар. Мына жақта Алматының виді. Өкінішке орай Алматының төбесі көк түтін. Кішкене бір дақалға ашыла бастады ма? Төменге түскеннен кейін өз-өзімді кішкене бір еркінірек сезіне бастаған сияқты болып жатыр мен әзірге. Комментарийға міндетті түрде задание ойлап бастыра беріңіздер. Өйткені біз 1 сағатта шығамаймыз натырымызбен. Бірінші рет шыққаннан кейін мойындаймын, асыра сілтеп айтып жібердім. Бірақ 1000 просмотрдан асса, ол заданияны міндетті түрде орындайтын боламыз. Может, осы жаққа бір 24 сағатқа келу керек боламыз ба деген секілді пример. Сіздерге пример айттым. Бұндай бір задание болу керек, чтобы сіздерге де қызық болатындай, и бізге де оңай болмайтындай орындау үшін. Қай жерге? Ары қарай тағы да бар екен ғой, иә? Біз не жердеміз, иә? 2000 метр. 2000 метр. Осы Алматыға келдік. И қайтадан 3-ші рет бәрін с нуля бастап жатырмыз. Бәрі жақсы болады, иншалла. Осындай керемет видпен бүгін толық метражды видеоға, ютубқа, точнее, видеомызды салайын деп жатырмыз. Міндетті түрде сіздер лайк басыңыздар. 1000 просмотрдан көп просмотр болады деп ойлаймын. Бәрі жақсы болады, тіркеліп, видеоны достарыңызға таратыңыздар. Құлайын деп жүрмін, құлайын деп. Сіздерге қалай көрінетінін білмеймін, бірақ міне, мына вид әдемі сияқты. Қалған видео көрдіңіздер ме? Міне, алақандағыдай. Мына жағы бар. Жақтың бәрі. Ана жақта сондай көрдіңіздер ме? Ар жаққа дейін. Вот это вид. Жеттік па? 13-ші рет шығып жатыр екен. Мен бірінші рет шықтым. Жеттік Көкжайлауға. 1 сағатта емес, 2 сағаттан көп екенін ұмытып қалдым. 2,5 сағат. Так что задание жазыңыздар. Естеріңізде болса, видеоның басында тема беретін. Кетіп қалған ғой. Абылай екеуміз енді жеттік, бұл бағана шығып болған. Как будто бір жолда жүрген сияқтымын. Поляда, бірақ поляда бізде мынандай нәрселер жоқ енді. Таудың үсті емес поля. Күшті жеріне ауасып бөлек екен. Астында водопад бар. Аяғым ауырып тұр. Шынында дейінші, келесі жол келеміз ғой, сол кезде көрсетейін, қазір емес бірақ. Солай ма? Я сен қалып тұр. Нәқпен түсеткен водопадқа. Бұлай кетесің и дальше. Ой жолмен.
осымен видеомыздың соңы. Көкжайлауға 1 сағатта шығам деп айтқан болатынмын. Енді сәл қосып айтып жібердім. Кешіріңіздер, 1 сағатта шыға алмадық. 2,5 сағатта шықтық. Бірақ задание жазыңыздар, егер видео просмотр 1000-нан асса, ол задание орындайтын боламыз. Андай нормальный задание болсын. Пример 24 сағатта бір жерде болу керек деген секілді примерно да. Түсініңіздер, бәрі жақсы болады. 3-ші рет қайтадан бәрін бастаймыз, иншалла. Қаланың көрінісі сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Осындай әдемі. Өзіме ұнады.